Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомызда біз осындай галстукты тігетін боламыз. Бұл галстук 3 қабатты, 3 слойлы, яғни 3 түрлі түстен тігілетін болады. Бірінші, міне жасыл, сары, қызыл түстерді дайындап, міне лекалаларын пішіп қойдым. Бірінші лекаламыз, екінші, үшінші бір-бірінен өзгешеліктері болады. Мен видеоға, яғни анық қылып түсіріп салдым. Бірінші материалды екіге бүктейміз. Міне бірінші лекаламызды қоямыз. Осының көлемі бойынша сызып қиып алатын боламын. Міне екінші материалды да екі бүктеймін. Лекаламды қойып, сол бойынша және қиып алатын боламын. Міне дәл осылай үшіншісінде қайталаймыз. Материалымызды біріктіріп, бір-біріне бүктеп аламын. Және дәл осы бойынша қиып шығамын. Міне үшеуінде 3 түрлі размер болғандықтан, міне қазір көрсететін боламын. Бірінші, екінші, міне үшінші слойды қойған кезде, міне бірінің үстінен бірі көрініп тұру керек. Міне түстері айрықша көріну керек. Осылай және төбесіне кішкене галстуктың үстіңгі бөлігіне және манжет сияқты кішкене қиып аламыз материалдан. Міне осыны енді қазір қалай тігуді көрсететін боламын. Барлық материалымыз дайын болғаннан кейін, міне осылай бір шетін бүктеп, міне тігіп шығамыз. Міне бір шеті бүктелген, міне тек қана міне бұрышына дейін келтіріп тігіп аламын. Және екінші материалымды да дәл солай, міне бұрышына дейін тігіп аламыз. Осылай үшеуінде тігіп шығамын. Бөлшектердің бәрі тігіліп болғаннан соң материалдарды оңғаратамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Бөлшектерді оңғаратып шығамын. Міне бірінші, екінші бұрыштарына қайшымен міне келтіріп, бұрыштарын шығарып алсаңыздар болады. Болмаса инемен шығып, бұрыштарын келтіріп алыңыз. Міне төбе жағына тігілетін мына кішкене манжеті дейміз ба, қалай десек болады. Міне енді осыны үтікке апарып, жақсылап тұрып үтікке үтіктеп аламыз. Галстуктың жалпы шығыны габардин материалынан 50-50 сантиметрден 1,5 метр материал кетті. Бұл галстук, яғни 10 балаға арнап тігілген. Осылай бәрін үтіктеп, тігістерін жатқызып алғаннан соң, үшеуін біріктіріп тігетін боламыз. Міне мен бірінші сары материалды қойып, оның үстіне жасылды қоямын және қызыл материалды қоямын. Міне жоғарғы бөлігіне кішкене бағана 10-6 сантиметрлік материалымызды қойып, міне қайырып тігіп алдым. Және осыған енді мойын өлшемі бойынша резина қадап тігетін боламын. Резинаны мойын өлшемі бойынша өлшеп аламыз. Және міне осы жерде міне көрсететін жағдай, мына төбе жағына тігілген кішкене белбеу, міне манжет дейміз. Осыған міне осының арасынан өткізетін боламыз. Міне 3 слой галстугымыз осы арқылы өту керек. Міне қазір бірінші өткізіп аламыз. Содан соң резинканы қоятын боламыз. Міне резинканы қалай қоямыз? Міне өткіздім, оңғараттым. Міне енді осының міне қайтадан ашамыз. Осы жерлерінен резинаны өткіземіз. Міне резина өтті. Енді резинаны бір тігіп жібереміз. Галстугымызды түзеп, міне тартып, осылай дайын болады.
Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, жақсы ойларыңыз болса бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Меруерт. Келесі видеода кездескенше.